Елдегі жылу электр орталықтарындағы жабдықтардың 66% тозған екен. Орал, Степногорск, Тараз, Кентауда бұл көрсеткіш 80%-дан асады. Сондықтан Қазақстан энергетиктері энергия секторын қалпына келтіру жұмысын жеделдету керек дейді. Әйтпегенде қазандықтардағы проблема аз емес. Бұл мәселелер бүгін Қазақстандық электр энергетикасы қауымдастығының кеңейтілген отырысында талқыланды. Жиынға әріптесімде қатысып қайтқан болатын, ендеше бейне сюжетін көрейік. Қазақстандық жылу электр орталықтарындағы төтенше жағдайлар энергетика саласындағы сапасы жұмыстардың дәлелі. Биыл жылу және электрмен жабдықтау объектілерін жөндеуге 146 миллиард теңге бөлінсе де, талай тозығы жеткен құрылғыларға қаржы жетпей қалды. Энергетиктердің пікірінше, оның басты себептерінің бірі тиімсіз тарифтік саясат. Біз ұзақ уақыт бойы әділ тарифке, әлеуметтік тарифке көшуді ұсынып келеміз, бірақ бұл жалпы халыққа бірдей емес. Яғни осал топтағы жұртты бөлек субсидиялау керек. Біздің бастамамыз энергетикаға үлкен көмек болатын осындай әлеуметтік тарифтің тетігін қарастыру және әзірлеуге бағытталған. Бұл ұсыныс энергетика министрлігінің назарынан тыс қалған жоқ, бірақ білікті кадрлар даярлауда басты мәселеге айналғалы көп болды. Бүгінде жас энергетиктердің қатары сиреген. Жастардың бұл бағытқа бет бұрмауының басты себебі жалақының төмендігі. Бірақ электр энергетикасы қауымдастығы бұл жағдайдан шығудың жолын тапқан сияқты. Қазір біз табиғи монополиялар субъектілері үшін тариф белгілеуді ынталандыру мәселесін белсенді түрде пысықтап жатырмыз. Онда да революциялық тәсіл жеткілікті, бірақ нәтижеде бар. Энергия объектілеріне қойылатын жаңа экологиялық талаптарда энергетиктер мен сарапшыларды алаңдатып отыр. 2025 жылдан бастап жылу электр орталықтары мен СЭС ең үздік қолжетімді технологияларды енгізуі тиіс. Өздері жаңара алмай тұрған орталықтарға бұл да ауыр соққы болмақ. Сондықтан сарапшылар энергетика саласындағы экологиялық міндеттемелердің енгізілуін қайта қарауды ұсынады. Алтынбек Әмит, Жібек жолы.